Тігінші құмырсқалар басқа құмырсқалардан өзгеше өмір салтымен ерекшеленеді. Олар ағаш басында тіршілік етуді жөн көреді. Бұтақтар олар үшін тек жүретін жол емес. Олар ұжымдасып, өз патшайымы мен колония тұрғындары үшін әуе сарайын тұрғызады. Жұмысшы құмырсқалар үйлесімді әрекет етіп, бірнеше жапырақты біріктіреді. Бұл оларға зор күш жұмсауды талап етеді. Олардың денесі қабырғаларды ұстап тұратын байланыстырушы элементке айналады. Ұя дерлік дайын, бірақ оны бекіту үшін құрылысшылардан да берік және ұзаққа шыдайтын нәрсе қажет. Мұнда балаларының еңбегі көмекке келеді. Өз мұрттары мен дер нәсілдерін түртіп қытықтайды. Сол кезде олар берік әрі жабысқақ жібек секілді зат бөледі. Ол кәдімгі желім сияқты. Осылайша құмырсқалар жапырақтарды біріктіріп, дер нәсілді түйіскен жерлерге апарып бекітеді. Нәтижесінде әуеде су өтпейтін паналау орны пайда болады. Колония ұлғайған сайын құмырсқалар осындай құрылыстарды көбейтіп, қауіпсіз баспаналар желісін құрады. Ал кішкентай бір ғана жапырақтан тұратын ұялар бұл құмырсқа қаласындағы күзет үшін алғышеп ретінде пайдаланылады. Тігінші құмырсқаларды жер бетіндегі алғашқы тігінші немесе дәнекерлеуші деп атауға болады. Олар адамдардан бұрын табиғи тігу және жабыстыру әдістерін меңгерген. Табиғатты зерттесек, даналықтың ізін көреміз.